Сәлем, оливье салатын дайындаймыз. Салатымызға қажет картоп, сәбіз, жұмыртқа және етті пісіріп аламыз. Піскен картоп, сәбіз және жұмыртқаны қабығынан тазалаймыз. Біздің салатымызға керек заттардың барлығы дайын. Картоп, сәбіз, жұмыртқа, піскен ет және соленый огурцы. Енді барлығын 4 бұрышты етіп тураймыз. Мінекей барлығын турап алдық. Енді үстіне жасыл горохты саламыз. Татымына қарай тұз және майонез қосып жақсылап араластырамыз. Оливье салаты дайын. Ет қосылып жасалған оливье салаты өте ерекше дәмді болып шығады. Видео ұнаса, каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Әсел ас болсын.